Салем. Бүгін сабағымыз бастаймыз. Жалпы біз мынау интернет дүкендерге келіп тоқтадық. Қалай жасау керек екеніне интернет дүкендер жайлы жаңа қысқаша өткенде айтып өттік. Қазіргі күнде мынау осы интернет дүкендер мына осылай күннен көбейіп жатыр. Мынау қазіргі қарастыратынымыз бүгінгі мысалға интернет дүкендерде бірінші рөл мысалы дизайны, одан кейін жаңағы тауарлар, ең маңызды тауарлар. Интернет дүкен мен жаңағы лендинг пейдждің айырмашылығы, лендинг пейджде жаңағы бір тауар туралы әңгіме болады бастан аяқ. Бірақ тауар туралы әңгіме болады. Лендинг пейджге кірген адам тауарды сатып алады, немесе сайттан шығып кетеді. Burada екі-ақ жол бар. Ал мынау интернет дүкенде бұл жерде бірнеше тауарлар сатуға болады. Мысалға Камон деген интернет дүкен бар Алматыда. Бұл интернет дүкен жаңағы гаджеттер сатады. Телефон, мысалы гаджеті дейді, смарт часы, умный дом, здоровый спорт. Телефон немесе смартфоны, развлечения, игрушки, аудио, фото, компьютеры, ноутбуки, ноутбуки. Осындай тауарларды сатумен айналысады. Мына жерде мысалға дизайнына қарайтын болсақ, мына бас бетте бірінші кішігірім мынандай жарнама, слайд-шоу болады көбісінде. О магазин, доставка, оплата, гарантия, акции алматы дейді. Жерге жаңа өзіңіз қалаңыз қойсаңыз болады. Жоқ бос. Жерде қысқаша нелер. Еще можно партнерлары. Бұны жаңа студияда дайындалғанда Бред Хэт деген студияда дайындалған, жасап берген. Енді осы жерде жаңағы осы жерде мысалға ең маңыздылардың бірі, бұл жерде интернет магазинде бірінші сіз ақшасын төлеп сатып аласыз. Мысалға қазір біз бір товар көрейік. Мысалға развлечение дейді, смарт часы дейді. Осыны көрейік. Осы жерде кіргеннен кейін мына жерде міне нелер бар. Сорттауға болады мына жерде. Мысалға тауарлы, мысалы мына жерде түрлі сағаттың түрлі смарт часы. Көп пәлен штук берілген. Мына жерде сорттауға болады, ақшасына байланысты, цена. Ақшасына өзі сорттап береді. Брендіне байланысты, мысалы Apple қою керек бізге. Тек Apple шығарып береді. Ақшаға сыймайды, сериясын жазуға болады. Тип дейді. Диагональ. Время работы. Емкость аккумулятора. Цвет дейді. Осылай сорттауға болады. Мысалға осы жерде мынаны алып көрейік. Үстінен бассақ, бұны толық информация аламыз. Мысалы суреттері бар бұндай. Описаниялар жазылған. Енді осы мысалға в корзину дейміз да. Мынау шығады. Осы жерде енді перейти в корзину дейміз. Көрейік. Біреу керек.
Продолжить покупки. Жоқ. Оформить заказ. Оформить заказ 200 мың дейді. Осы жерде мен айтайын дегенім жаңағы интернет магазинде мынау оплатасына көңіл бөлу керек. Мысалға оплатасын қалай енгіземіз, қандай системаларды қолданамыз. Осы жерде мысалға осы сайтта бірінші мысалы көріп отырсыз, заказ беру үшін тіркелу керек. Физлицо дейді, юрлицо. Физлицо дейміз. Бізде мысалы Қазақстан 0 теңге, следующий. Медиа, имя, фамилия, контакт номер, адрес. Мына осы жерде мына сайтта таңдауға болады. Пластиковый карты, виза или MasterCard мынаны төлейсіз. Немесе наличными при получении. Мынандай да бар екен. Қолыңызға тиген кезде барып, сіз ақшасын төлейсіз. Наличными при получении. Немесе мыналармен осымен төлеу керек. Мысалы следующий шаг дейміз. Осы жерде қазір бұлар басқа сайтқа лақтырып жібереді. Оформление, ваш заказ успешно. Мынаған өткізіп жібереді, көрдіңіз ба? Come on, мынау. Жалпы қазіргі кезде мынау онлайн төлейтін Қазақстанда егер жаңағы виза, MasterCard сияқты карточкалармен төлейтін болсаңыз, осының мынакі бар, мынау e-processing KZ деген бар. Бұл Халық банкпен жұмыс істейді. Халық банкте карточкаларыңыз болса, осымен төлеуге болады. Осы система қолдануға болады. Немесе Казкомбанктың несі бар, мысалға ипей ККП KZ деген бар. Осылардың услугаларын пайдалануға болады. Яғни осы сайт арқылы төлем жасалынады. Мысалы мерді қазір байқап отырсыз, соны payment processing осыған кіргізіп жүреді. Осы сайтқа лақтырып жүреді. Осы жерде төлесеңіз қазір обратно қайтасыз ана сайтқа. Сондықтан осы системаларды пайдалануға болады. Мысалы мына жерде осы ипей пайдалану үшін заявка бересіз. Отправить заявку на подключение ипей. Имя, фамилия, компанияны жазасыз. Сөйтіп жібересіз, сөйлесесіз. Содан кейін сізге бір код береді, соны алып интернет магазинге қосасыз. Осы төлем осы сайт арқылы жүргізіледі. Не үшін? Себебі сіздің ашин сайтыңызда төлем болса, онда ол мындай сіздің сайтыңызға біреулер атака істеуі мүмкін, мысалға жаңағы төлеп жатқан кезде. Сол үшін мына сайт арқылы төленсе, бұлар мынандай көріп отырсыз, мына қорғалған verified by GeoTrust INC. Бұл ешкім бұзамайды бұл сайт. Бұл Казкомбанктың сайты. Осы сайт арқылы жүргізіледі. Яғни қауіпсіз, ешкім ұрлай алмайды. Сізге анық жаңағы олар гарантия бере алады. Ертең осы төлем барысында ешқандай ұрлық нәрселер істелмейді. Өйткені қорғалған сайтта жүргізіледі жаңағы төлем. Мына жерде мынау e-processing KZ деген бар. E-processing бұл да жаңағы Халық банктікі, осын сервисті пайдалануға болады. Бұл жерде жаңағы қалай ақша төлейсіз болған, бұл
әр сатып алушыдан осындай комиссия ұсақ болады. Мысалы бір товар сатып алды ма, сол осы сайт арқылы жүргізіледі, сол жерден өзінің жаңағы керек несін ұсақ болады, комиссиясын. Одан кейін электронный кошелектері бар. Мысалы электронный кошелек арқылы төлеуге болады. Мысалы Қазақстанда Kiwi кошелек, мысалы Ресейдік болса, Қазақстанда да өзінің Kiwi кошелегі бар. Мысалы Pay KZ деген бар. Бұл қазақстандық ком екен. Қазақстандық кошелек. Жаңағы осы арқылы да төлеуге болады. Мысалы мына оплата услуг без регистрации, телефон дейді. Еще покупки, переводы дейді. Интернет-магазинге қосуға болады осын. Upay'ді. Оплачивать размещение объявлений с Upay быстро и без комиссии. Сату KZ. Сату KZ енгізген екен осыны. Қазір сату KZ'ге кіріп көрейік. Бұнда мысалы пайдалану үшін жаңағы төлеу тіркелесіз, сөйтіп звондап заявка бересіз, немесе бұл сайтта беруге болады. Сөйтіп бұнда мысалы интернет-магазинге, өзіңіздің интернет-магазиніңізге қоюға болады осы сервисті. Осы сервисті пайдаланасыз. Сол үшін төлем интернет-магазинде төлем жағы жаңағыдай болады. Мысалы мынау Камонда көрдіңіз, екі түрлі вариант бар сатып алған кезде. Бірінші сразу карточкамен төлейсіз, немесе курьер арқылы төлейсіз. Жаңа товар сізге курьер апарып береді, сол кезде барып қолынан ақшасын аласыз. Мысалға Ламодан көрейік, киім сататын. Ламода KZ-те бұғанда мысалы бірінші тіркелу керек болады тауар алу үшін. Способ оплаты Visa, MasterCard. Выбрать другой способ оплаты. Қандай оплаталар бар екен бұда? Бұларда да екі түрлі не бар екен. Мысалы бірінші наличными или через терминал банковской карты в момент закупки. Жаңағыда екі түрлі, бұларда да тура сол, жаңағы карточкамен төлейсіз бірінші, немесе электронный кошелекпен, немесе жаңағы курьер апарып берген кезде бар, қолма-қол төлейсіз ақшасын. Значит, қазір көп интернет-магазиндер соны пайдаланып отыр екен. Карточкамен төлейсіз, немесе қолма-қол төлейсіз. Жаңағы курьер апарып берсе, қолма-қол төлейсіз. Ал бұлай карточкамен екінші вариант. Карточкамен жаңағы анаяққа лақтырып жібереді. ePay немесе ККБ, e-processing KZ-ге. Мысалы, дүниеден бір товар алып көрейік. Бұлар қандай системаны пайдаланады екен? Добавить корзину. Оформить заказ. Так, телефон назад екен. Населенный пункт имени.
Так, вариант оплаты мына. При получении или онлайн оплата картой керек бізге. Так, bu yerде mana. Бұл да басқа сайтқа лақтырып жібереді. Яғни осы сайт арқылы оплата жүргізіледі. Мына secure.pay.com өткізеді оны. Pay.com деген қандай сайт ол? Значит, сол системаны пайдаланады екен бұлар. Бұлар шетелдік нені пайдаланады екен. Бұл да жаңағы не сияқты шетелдің несі. Шетел оғанда бұл орыстардікі ма деймін? Россиян келген ол. Российский екен. Личный кабинет Ресейдің өзі пайдаланады екен. Защита от мошенничества. Осындай қорғану үшін осындай сервистерді қолданасыздар. Онлайн төлем болған кезде. Онлайн ол үшін жаңағы счет болу керек. Счетқа сіз банкке счет ашасыз, сөйтіп алған нәрселердің бәрі сол счетқа түсе беретін болады. И кейін барып сол банктен барып ақшаны алып келесіз, снимать етіп келесіз. Енді жалпы төлем жағы сондай болады. Енді мынау товарларды мысалға біз жаңа WordPress-те істеп отырмыз интернет магазинде. Енді WordPress-те интернет магазин жасау үшін кез келген шаблонда не жасауға болады. Бірақ лажы барынша жаңағы интернет магазинге арналған шаблондарды таңдау керек. Қалай таңдаймыз? Оны WooCommerce деген плагин бар. Сол плагинге лайықты шаблон таңдау керек. Мысалы өткенде мен айтып өттім, мынау Mafia Share.net деген жаңағы сайт бар, өңшең жаңағы шаблондар. Осы сайттан көптеген керек қымбат тұратын шаблондарды тегін алуымызға болады. Осы жерде мысалға шаблон іздейсіз. Немесе Google'дан іздесеңіз, былай іздейсіз. Мысалға WordPress Themes'те WooCommerce деп жазасыз. Free. Мысалы WooCommerce WordPress Themes 2015. Осы WooCommerce деген ол жаңағы интернет магазин жасау үшін керек плагин. Осы плагин болмаса біз интернет магазин жасай алмаймыз. Мына мысалы осы жерде мынандай нелер бар екен. Мысалы мынау тема кетеді жаңағы. Интернет магазин кетеді. Мынау да кетеді екен. Мындар кетеді екен. Audio Jungle. Немесе WordPress-ке арнап шаблон дайындау керек. Оны бірақ енді біз дайындамаймыз ғой. Оған ұзақ уақыт керек, оны білу керек, дизайны керек. Арнайы WordPress-ке шаблон дайындауға болады өзіңіз қалауыңызша. Бірақ ол біздің қазір қолымыздан келмейді, сондықтан біз мынандай дайын шаблондарды аламыз. Мына жерде енді бір орташа дизайндағы сайттар ғой мыналардың бәрі. Не дейді мысалы? Демо версиясын көрейік қазір.
Tools. Audio Jungle. Осылай алдын ала көріп алуға болады. Audio Jungle. Мысалға, мына сайттың өзі нормальный сайт сияқты. Audio Jungle. Shop деген. Бұлай болады ертең. Тағылар қойғаннан кейін. Audio Jungle. Audio Jungle. Ақыл, мен енді сразу мынау мықты сайттарды көрсетейін, шаблондарды. Осы жерде мынау кіргеннен кейін осы сайтқа категорияда WordPress таңдаймыз. Сөйтеміз де түсе береміз. Мына жерде мына мысалға мына WooCommerce пен кетеді мынау. Мына U деп тұр ғой, U деп. WooCommerce пен кетеді. Audio Jungle. Одан кейін мынау да кетеді екен. Audio Jungle. Мынау да кетеді, WooCommerce деп болған. Бұл да интернет-магазин кетеді екен. Так, екінші. Audio Jungle. Мынау да кетеді, WooCommerce деп жазылып тұр. Бұл мысалы кіріп көрейік ішіне қазір. Audio Jungle. Осылай кіргеннен кейін мына demo URL деген көшіріп аламыз да, Audio Jungle. копировать етіп, мынаға қоямыз. Сөйтіп кіріп көреміз, жаңа demo версиясын көреміз, қандай екен сайттың. Audio Jungle. Бұл тема негізінде $60 тұрады, $59. Біз ана жақтан тегін аламыз. Мына жақтан live preview дегенді көреміз. Мынаны өшіріп білеміз. Audio Jungle. Audio Jungle. Мынандай жасауға болады екен. Бүкіл нелер алып. Audio Jungle. Так, шопқа кірейік. Audio Jungle. Audio Jungle. Бұлда мына жақта категориялары бар, нелер бар. Мынандай жаңағы несі бар, Audio Jungle. соттайтын. Размер. Audio Jungle. Audio Jungle. Мына осы теманы алып жасауымызға болады. Кез келген теманы алып жасауға болады. Мысалға мен Audio осы Jungle. өткенде бір сайт істедім. Ол жерде мен қараған жоқпын, бір теманы ала салдым. Сөйтіп кішігірім интернет-магазин жасадық. Қазір ашылсын. Audio Jungle. Audio Jungle. Мысалы, мынау кәдімгі бас бет. Бас бетте мынандай нәрселер бар. Audio Jungle. Осы жерде мынау новинка компания, интернет-магазин перейти покупканы басамыз. Сол кезде мынандай Audio нелер пайда болды. Бұл жаңа товарлар. Яқта категориялары бар мысалы. Новинка компания болса екеу шығады. Екеу. Кіреміз ішіне. Audio Jungle. Напиток на каждый день дейді.
Описание тағы бар. Audio Jungle. Описаниясы бар одан кейін. Audio Jungle. Осындай. Мысалға бұл жерде жаңа ценасы қойылмаған, содан кейін мына біреуінің ғана ценасы қойылған. Мына жерде мынау нелері. Audio Jungle. Описание, обзор. Мысалы добавить корзину дейміз. Audio Jungle. Перейти в корзину. Товар мынандай. Перейти к оформлению. Audio Jungle. Жерде толтырып жібересіз. Подтвердить заказы. Осылай да кішігірім интернет магазин жасауға болады. Немесе мына жақта тағы да басқа тема көрейік. Қазір артқа өтіземіз. Audio Jungle. Audio Jungle. Так, юник. Мынаны көрейік. Commerce. Audio Jungle. Әдеттегідей мынаны көшіріп аламыз. Көреміз демо версиясын. Audio Jungle. Бұлда $60 тұрады. Live превьюді басамыз. Өшіп басамыз. Audio Jungle. Audio Jungle. Бұл міне мынандай интернет магазин. Audio Jungle. Осыны мен көрсетемін қалай жасау керек екенін. Featured products. Audio Jungle. Bestsellers'ın tez olğanlar. From the blog новости. Audio Jungle. Shopқа кіретін болсақ, Audio Jungle. тауарлар. Audio Jungle. Біреуіне кіріп көреміз. Audio Jungle. Audio Jungle. Dramatic EGG Bloody Blue Jeans. Description мәліметтері жазылған. Audio Jungle. Add to cart. Бірақ өткенде жасаған кезде біз бұл темалар негізі ағылшынша болғандықтан мыналардың бәрі ағылшынша болады негізі ертең анаяққа енгізген кезде. Сонда қалай аудару керек екенін де бір көрсетіп жіберейін. Ағылшын тілінен мысалы басқа қазақ тілі немесе орыс тілге қалай аудару керек. Бұлар өйткені орыс тілге арналмаған шаблондар. Сол үшін бұл жерде бәрі ағылшынша. Мына осылай интернет магазин жасауға болады. Енді мысалға мына теманы қалай көшіріп аламыз? Тегін now download деп тұр ғой, соны бүйтіп мына ссылканы көшіріп аламыз, URL адресті. Мына қоямыз. Disable blocker to continue дейді. Менде мында не бар? Блок. Өшіре тұр дейді. Мына осы ашқаннан кейін
Mana download now деп тұр, осын басасыз. Audio Jungle. Save деп сақтап аласыз. Теманы тегін өзімізге жүктеп аламыз. Загружать етіледі. Одан кейін өткенде бір айтып өттік. Осынау нені жасап көру үшін біз осындай арнайы серверде жасауымыз керек, кәдімгі интернетте жасауымыз керек. Локальный серверде ол нәтижесін көре алмаймыз ол жерде. Ол жерде жасауға болады, бірақ нәтижесін көре алмаймыз. Сондықтан өзіміздің жаңағы интернетте жасауымыз керек. Қазір енді тағы да бір нені жасап көрейік, интернет магазин. Мен мысалға өзім сайтыма кірем. Енді біз тағы да бір жаңағы WooCommerce-ке интернет магазинге байланысты бір теманы алып, соған тағы да интернет магазин жасап көрейік, жаңағы қысқа нұсқа. Одан кейін жаңағы WooCommerce плагинді толығырақ настройкаларына тоқталып өтейік. Жаңағы апладасы қалай жүреді, соған қандай төлем жүйелері бар, соған тоқталып өтейік. Ол үшін жақсы теманы табу үшін Mafia Share.net сайтына кіреміз. Сөйтіп осы жерден жаңағы неге байланысты бір жақсы тема іздейік. Мына жерде Мұхаммед мына тема көрейік. Так, демоға несін көреміз. Магазин алмасыз. Audio Jungle. Audio Jungle. Live preview-ға кіреміз. Бұл жерде демо версиясын көреміз сайттың. Қандай екен, дизайны қандай екен, ішіне нелер бар, соңған осы жерде көреміз. Әдеттегідей бұл тема $60 тұрады, $59. Біз оны тегін аламыз. Так, Theme Features Get Started. Так, мен жерде жаңағы әртүрлі дизайндағы түрлері. Бізге керегі Base Original мәселе, мысалы, Incorporate. Audio Jungle. Бізге мына бірінші жарайтын негіз, бірінші болатынымыз. Audio Jungle. Так, мына жерде слайд-шоу. Одан кейін не бар? Audio Jungle. Commerce. Audio Jungle. Бұл бізге болмайды ау. Басқасын көрейік. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Shopkeeper degенге кирип көрейік. Audio Jungle. Bunun demo versiясын көру үшін көшіріп аламыз. Так, мына demo versiясын көреміз. Audio Jungle. Audio Jungle. E-commerce features. No. Video mu ne? Audio Jungle. жаңа видеосы екен ғой бұл. Audio Jungle. Бұл видеосы. Мынаған кірейік. Audio Jungle. 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 Так, осы теманы алайық. Audio Jungle. Ол үшін мынау download деген осыны көшіріп аламыз. Audio Jungle. Sonra unlock'ı көшіріп. Audio Jungle. Üstüne basамыз. Shopkeeper. Кетті. Audio Jungle. Қазір 4 минут күтеміз. Скачать етіп алайық. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Күтеміз. Audio Jungle. Негізінен мынау ғой тема осындай болады. Audio Jungle. Мысалы мына жерде шопқа кіреміз. Мега меню қоюға болады екен, мега меню. Shop page, product demos. Мына сурет қоюға болады. Audio Jungle. Blog. Features. Audio Jungle.
Мына жерде жаңағы киім сататын тауарлар. Мына жерде категориялар. Audio Jungle. Filter by. Так, мында Audio Jungle. жаңағы суреттер көбейген. Audio Jungle. Мындай қоюға болады немесе. Мен дейді. Audio Jungle. Audio Jungle. Неше жаңағы ер кісілерге. Audio Jungle. Бұл негізінде бұл темалардың бәрі өте үлкен темалар. Бұл жерде жаңағы несі көп функциялары. Бұның бәрін біз толық өтуіміз керек. Мысалы, мына мужской ішінде бөліп қойған, мысалы, shoes, аяқ киім, t-shirts, футболкалар. Так. Audio Мына Jungle. жерде тек жаңағы футболка шығарады. Shoes мына жақтан алады. Аяқ киім шығарады. Audio Jungle. Gadgets. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Так, не бұл 4 минут қалды. Одан кейін page'де мысалға Audio биттер. Мынандай биттер бар. Marker. Бұл мысалы бұл анда үлкен дизайндағы нелер ғой, бұл енді шетелдің мықты дизайнерлер дайындаған шаблон бұл. Audio Jungle. Audio Jungle. Скачать етіліп болды. Енді ішіне кіріп көреміз. Бізге мынау Windows-ға керек. Мынаған кіреміз. Так, документациясы бар екен. Dummy. Мына жерде. Dummy контент бар екен. Мына жерде яғни жаңа demo контент. Загружать етуге болады. Так, license. Audio Jungle. Premium plugins бар екен. Slider Revolution. Visual Composer. Theme files. Audio Jungle. Мына жаңа теманың өзі. Мына жаңа қосымша нелер. Так, енді өткенде айттым жаңағы локальный серверде істей берсек болады, бірақ жаңағы шын мәніндегі серверде жасағанымыз дұрыс болады. Өткенде сабақта жаңағы домен хостинг алуды үйреттім. Енді домен хостинг алғаннан кейін сол жерден қалай WordPress қосамыз, соған тоқталып өтейін. Так, ол үшін жаңа хостинг кіреміз. Мен бұл жерде PS компаниясынан алам, PS Internet Company. Бұларда өзім личный профильға кірсең, сразу неге кіріп кетуге болады жаңағы панель управлениеға. Панель управлениеде жаңа бүкіл сіздің сайттың документтері тұрады. Сол жерден басқарасыз. Мен қазір өзім неме кірдім.
Енді осы жерден личный кабинет басамын да мой хостинг и серверға басып кіремін. Осы жерде менде қазір 2 хостинг бар. Audio Jungle. Сол біреуіне кіремін. Так, немесе Audio Jungle. так, сантиметр бар. Audio Jungle. Немесе мен мынаусына кірейін, екіншісіне кіремін. Audio Jungle. Осы жерде мен субдомен создавать етемін. Ол қалай? Субдомен деген мысалға мына santexshop kz болатын болса, ол алдынан түседі. Мысалы, пәлен нүкте santexshop kz. Алдынан түсу керек та, алдынан. Субдомен деген сондай. Сол үшін мен қазір субдомен создавать етемін. Егер мысалы мынау қазір хостинг болса, егер сіздер бір домен сатып алсаңыздар, добавить домен басып, Audio Jungle. осы жерде жазып қосып қоюға болады. Бірақ домен добавить ету үшін мен жаңағы DNS серверлерін қосып жазып алу керек. Одан кейін тағы бір сабақта түсіндіріп өтемін. Audio Jungle. Бұл жерде мысалы атын жазасыз. Қазір мен субдомен құрайын. Ол үшін добавить субдомен деген басам. Мысалға, одан кейін маған не жерде santexshop емес, мынау керек, екінші домен. Осының алдынан store store then pm kz болады сол кезде, субдомен. Мен окей деп басам. Күтеміз. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Мына субдомен қосылды. Мына субдомен создан. Настройки сайта будут применить через 3 минуты. Так. Мына мен субдомен қосылды. Audio Jungle. Мына енді осы жерде қосылғаннан кейін барып контент своего сайта и создайте базы данных. Audio Jungle. Мына жерде приложение деп тұр ғой, приложение установить. Приложение деген басам. Осы жерде біз жаңа WordPress приложениені қосамыз. Audio Jungle. Мына поискке жазам WordPress деп. Audio Jungle. Интерді басам. Мына шықты ғой, енді мынаны басам да выборочная установка деймін. Audio Jungle. Принимаю соглашение, далее деймін. Біз қазір мынау интернетте істеп алдымыз. Интернетте. Осы жерде Audio Jungle. так, тиіспейміз бас жағына. Мына жаққа жаңа логин жазамыз. Кіру үшін, WordPress-ке кіру үшін Audio Jungle. пароль жазамыз. Бір жақсы надежный пароль қою керек. Мен пока оңайын қоясың. Келеміз. Audio Jungle. Одан кейін не жерде сайт атын кейін өзгерте береміз. Audio Jungle. Мыналарға тиіспейміз да, одан кейін установить дейміз. Audio Jungle. Audio Jungle.
қосылды. Енді войти деп кірем жаңа сайтқа. Так, the information you have in this page. Audio Jungle. Бұл создавать етіліп болғаннан кейін кішкене күтеміз біраз уақыт. Өйткені мынау толық создавать етіліп болу керек мына домен. Біраз уақыт күтесіздер.